Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы болымды және болымсыз етістік. Бүгінгі сабақта болымды және болымсыз етістіктердің айырмашылығын анықтайсыңдар. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырып жауап бересіңдер. Балалар, берілген етістіктерді оқиықшы. Жаз, сана, кел, тұр, қайт, ки, төк, қаз, бер, айт, бар, көр. Бұлар қандай етістік? Дұрыс айтасыңдар, болымды етістік екен. Енді оларды болымсыз етістіктерге айналдырайық. Жазба, санама, келме, тұрма, қайтпа, киме, төкпе, қазба, берме, айтпа, барма, көрме. Балалар, түбір сөзге қосымша жалғанғанда олардың дауысты дыбыстарына мұқият болыңдар. Түбір сөз жуан дауысты дыбыстан болса, оған жалғанатын қосымшада жуан болады. Ал егер түбір сөз жіңішке дауысты дыбыстан болса, онда оған жалғанатын қосымшада жіңішке болатынын естеріне сала кетейін. Сабағымызды жалғастырамыз. Енді берілген мәтінді оқимын. Мұқият тыңдаңдар. Мерген қыз. Бұған дейін біз мерген қыздар жөнінде естімеген едік. Еремов: «Ох, Николай Матвеевич, бізге осылар ғана жетіспей тұрған еді», деп сыбырлады. Күлуге болмайды. Өйткені алдымда отан қорғау үшін келген жауынгерлер тұр. Бір сәтте саптың шетінде тұрған қара көзді нәзік қызды көрдім де, «Кім боласыз?» дегенімше, ол саптан алға шығып, «Жолдас гвардия полковнигі, атқыш Әлия Молдағұловамын», деп саңқ етті. «Атқышпын дейсің бе?» «Иә, атқышпын». «Онда атқыш Молдағұлова, ас үйге барып, картоп аршисың», дедім. Әлия: «Жолдас гвардия полковнигі, мен майданға картоп аршу үшін емес, фашистерді құрту үшін келдім», деді. «Ойпыр-ай, қандай адамсың өзің?» «Иә, сондай адаммын». «Кәне, винтовкаңды бер әкел». Қаруын олай қарадым, бұлай қарадым. Бәрі мұнтаздай таза, тиісетін мін жоқ. Осы сәтте винтовкадағы ВЛКСМ орталық комитетінен мерген Әлия Молдағұловаға деген жазуды көрдім де сасып қалдым. «Қызым, бар, фашистерді жайрат», деуден басқа ештең айта алмадым. Әлиямен алғаш рет осылай кездестім. Ал енді балалар, мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беріңдер. Мәтін кім туралы? Қазақтың батыр қызы Әлия Молдағұлова туралы екен. Гвардия полковнигі Әлияға не деді? «Атқыш Молдағұлова, ас үйге барып, картоп аршисың», деді. Әлия қалай жауап берді? «Жолдас гвардия полковнигі, мен майданға картоп аршу үшін емес, фашистерді құрту үшін келдім», деді. Ендеше Әлия Молдағұлова туралы толығырақ білу үшін бейне материалға назар аударыңдар. Әлия Молдағұлова Ұлы Отан соғысы жылдары 2-ші Балтық жағалау майданы 22-ші әскер 54-ші арнайы атқыштар бригадасының мергені болды. 1942 жылы 20 наурызда КСРО Қорғаныс халық комиссариятының бұйрығымен жалпыға бірдей әскери оқыту бас басқармасы тұсында мерген нұсқаушылар мектебі ашылды. Әлия Молдағұлова мергендер мектебінің алғашқы тобында оқыды. 1944 жылдың қаңтарында Ленинград-Новгород операциясы барысында атқыштар бригадасы Псков облысындағы Новосокольники қаласы бағытындағы майданға жылжыды. Олар жау қорғанысын бұзып өтіп, қаланың солтүстік жағына шықты. Шайқастың шешуші сәтінде неміс әскері қарсы оқ жаудырды. Мерген қыз Әлия Молдағұлова жауынгерлермен бірге жаудың қарсы шабуылына тойтарыс берді. Кезекті шабуыл кезінде қолынан жарақат алған Әлия қоян қолтық ұрысқа қатысып, неміс офицерінің қолынан 2-ші рет жарақат алады және осы жарақаттан қаза табады. Әлия жаудың 78 солдаты мен офицерінің көзін жойды.
КСРО жоғарғы кеңес төралқасының жарлығымен 1944 жылы 4 маусымда Әлия Молдағұловаға қайтыс болғаннан кейін Кеңес одағының батыры атағы беріліп, және Ленин орденімен марапатталды. Ақпарат сендерге пайдалы болды деп ойлаймын. Балалар, келесі тапсырма сәйкестендір деп аталады. Түбір сөзге тиісті жұрнақтарды жалғап, болымсыз етістік жасайық. Жібер, ме, шақыр, ма, теп, пе, төз, бе, бас, па, қаз, ба. Балалар, жарайсыңдар. Олай болса, болымсыз етістіктерді қайтадан бірге оқып көрейік. Жіберме, шақырма, теппе, төзбе, баспа, қазба. Жарайсыңдар балалар, дұрыс таптыңдар деп ойлаймын. Балалар, енді мына тапсырмада сөйлемдер берілген. Бұл сөйлемдердегі етістіктерді болымсыз етістіктерге айналдырып жазуымыз керек. Мен сендерге бірінші сөйлемді оқимын, содан соң үлгіні оқимын. Асан иттен қорыққанын білдіріп қойды. Үлгі, Асан иттен қорыққанын білдірмеді. Ал келесі сөйлемдерді бірге жасап көрейік. Барлық құстың тіршілігі бірдей болады. Барлық құстың тіршілігі бірдей болмайды. Асқар үш досының да пікірін тыңдады. Асқар үш досының да пікірін тыңдамады. Бүгін кешегідей жаңбыр жауды. Бүгін кешегідей жаңбыр жаумады. Жарайсыңдар балалар. Балалар, туған күн, кездесу, басқа да мерекелерге шақыру қағаздарын алып көрдіңдер ме? Шақыру қағаздары не үшін және қалай жазылады? Шақыру қағазы қандай да бір іс-шараға, мысалы, кездесуге, мерекеге, туған күнге және тағы да басқаларына шақыру мақсатында әзірленеді. Шақыру қағазы әдетте нақты бір тұлғаға немесе ұжым мүшелеріне жіберіледі. Шақыру қағазында жүргізілетін іс-шараның қысқаша мазмұны, өтетін мерзімі, нақты уақыты көрсетіледі. Олай болса, келесі берілген шақыру қағазын оқып көрейік. Назым, сізді наурыздың 17-сі күні сағат 11:00-де болатын еңбек ардагерлерімен кездесуге шақырамыз. Ұйымдастырушылар. Ал енді мына үлгі бойынша достарыңа шақыру қағазын жазып, туған күндеріңе шақырып көріңдерші. Досым Арман, сені мамырдың 15-сі күні сағат 14:00-де болатын туған күніме шақырамын. Туған күнімде көптеген ойындар болады. Досың Сұңқар. Жарайсыңдар балалар. Енді сендер шақыру қағазының қалай жазылатынын білесіңдер. Кез келген мерекеге шақыру қағазын жаза аласыңдар. Сабағымызды қорытындылайық. Бүгін сендер болымды және болымсыз етістіктердің айырмашылығын анықтадыңдар. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырып, жауап бердіңдер. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.